Өлім періштелері мүміндермен бірге хижрет етуге шамалары жете тұра мүшриктердің арасында қалып, Аллаға серік қосып, өз-өздеріне қиянат жасағандарын жанын аларда, қандай іспен шұғылдандыңдар деп сұрағанда, олар, біз бұл жерде хақ діннің талаптарын орындай алмаған мүшриктерден қысым көрген бейшара жандар едік дейді. Сонда періштелер, әйтсе де Алланың жері кең емес пе еді? Қоныс аударам десеңдер, сендерге қой деген кім бар деп айтады. Міне, осындайлардың түбінде барып паналайтын жері жаһанам болады. Ол қандай жаман барар жер, қандай жаман ақырғы тұрақ еді. Ал енді иманын мүмкіндігінше сақтаумен қатар қылар айла амалы болмаған һәм бас сауғалап басқа жерге қоныс аударудың жолын таба алмаған, сондай-ақ өздеріне хақ дін жетпегендіктен иманнан, исламнан бейхабар болған шын бейшара қауқарсыз ерлер мен әйелдердің және бала шағаның жөні бөлек. Бәлкім Алла оларды жауапқа тартпай-ақ кешірер. Шүбәсіз Алла афу, құлдарына үнемі кеңшілік жеңілдік жасаушы һәм ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Кім Алла жолында хижрет етіп, қоныс аударса, жер бетінде көптеген қоныс себер берекелі тұрақ тауып, молшылыққа кенеледі. Ал кім Аллаға және Расулына қауышу, яғни олардың разылығына бөлену ниетімен қоныс аудару үшін дінсіздер жайлаған жердегі үй жайын тастап жолға шығып, жол жөнекей ажалы жетіп өлсе, шүбәсіз оның сауабын бір Алланың өзі береді. Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе өзіне мойынсұнған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа мүміндер, сапарға әсіресе жорыққа шығып, еңку жер шалғандарында, көпірлік қылғандардың қастық істеуінен, тұтқиылдан, шабуыл жасауынан қорықсандар, намазды қысқартып оқығандарын үшін күнә арқаламайсыңдар. Шүбәсіз кәпірлер сендерге анық дұшпан, сондықтан сендерге ойламаған жерден қастық істеу бек мүмкін. Уа Мұхаммед, жорыққа шыққанда кәпірлердің қастық істеуінен қауіптенген мүміндермен бірге болып, оларға намаз оқытсан, алдымен олардың бір бөлігі сенімен бірге қаруларын асынған күйде намазға тұрсын. Ал екінші топ қарауылда тұрсын. Алғашқы жамағат сәждеге бас қой, бірінші рәкатта бітірген бойда дұшпанды қарауылдау үшін арттарына өтсін. Содан кейін намаз оқымаған екінші топ келіп сенімен бірге намазға тұрсын. Олар да сақтық қылып қаруларын тастамасын. Өйткені кәпірлер сендерді қару жарақсыз һәм сауыт саймансыз болған күйде бас салып, бір демде жойып жіберуді көксейді. Ал егер жауын шашының кесірінен әуре сарсаңға түсетін болсандар, немесе сырқаттанып қалсандар, намазға тұрғанда қару жарақтарынды жерге қойғандарын үшін күнә арқаламайсыңдар. Сонда да сауысқандай сақ болыңдар. Шүбәсіз Алла кәпірлерді қор қылатын азап әзірлеп қойды. Намазды өтелгеннен кейін түрегеп тұрып отырып, немесе бір бүйірлеп жамбастап жатып, тіпті соғыс жағдайында болса да Алланы еске алыңдар. Жорық тамамдалып немесе үрейлерін сейіліп, қауіпсіз жағдайда болғандарында намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әр уақытылы оқыңдар. Шүбәсіз намаз мүміндерге белгілі уақыттарда, яғни әр намаз өз уақытында өтелсін деп парыз етілді. Өздерімен соғысып жатқан дұшпан қауымының ізіне түсіп, оларды тықсыруға келгенде бір сәтте де босансымаңдар. Егер сендер дұшпанмен соғысқанда азап шегіп қиналсандар, олар да дәл өздерінде азап шегіп қиналады. Яғни олар да өздерінде ет пен сүйектен жаралған, олар да өледі, олар да жараланады, қиналады. Алайда сендер Алладан олар үміт етпейтін көптеген игіліктерді үміт етіп күтесіңдер.
Сендердің артықшылықтарын сонда. Шүбәсіз Алла алим, әр пендесінің жай күйін жақсы білетін шексіз ілім иесі, хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі.